Ассалаумағалейкум. Қолда подкастының қолдау көрсетіп, үнемі үзбей бізді көретін көрермен, боксер, жанкүйер және мынау рухы биік жігіттер. Бүгін біздің қонағымыз Қазақстан Республикасы бокс федерациясының бас хатшысы, лауазымының иесі Мерей Ақшалов. Әуесқой бокстан Азияның бірнеше дүркін чемпионы, одан бөлек әлем чемпионы 2013. Иә, 2013 әлем чемпионы. Басқаларын айтпай қояйық, оны айтсаң. Иә. Енді Мерей, қош келдің. Рахмет. Енді бокс, қазақ боксы енді қазір құдайға шүкір соңғы жетістіктеріміз бойынша әлемдегі нөмірі World Boxing аясында біз әлемде бірінші команда болып тұрмыз. Осы команданы көпшілік енді боксшыларымызды мақтайды ғой, бірақ енді бұл боксшының артында үлкен команда жұмыс істеп жатыр. Ол командада жайлы, оның жұмыс жайлы сендер айтпасаңдар ол көрінбейді негізінде. Тек қана рингтің ішінде енді төбелес көрінеді, бірақ рингтің сыртындағы төбелес одан да жоғары ғой негізінде. Оны бәріміз білеміз. Ол бір салмақтың өзінде қанша конкуренция бар, одан бөлек елдер арасында конкуренция бар. Көршіміз Өзбекстан болып жатыр. Енді жарыс бар, басқасы бар. Қазір осы күнде енді өзің спорттық мансабыңнан кейін осындай үлкен лауазымға келіп отырсың, жауапкершілік өте жоғары деп ойлаймын. Қазіргі Қазақстан құрама командасы қандай деңгейде тұр? Келесі мақсат қандай? Сол жайлы бір тоқталып өтсеңіз. Қош келдіңіз. Рахмет Айдарас. Шақырып осындай бір сұхбаттасуға. Енді қазіргі таңда біз ұлттық құрама командасы оқу-жаттығу жиыны осы Алматыда өтті, қаңтар айының басында. Одан кейін 4 баламыз Америка құрама штатына кетті, оқу-жаттығу жиыны. Қазір сонда 4 бала, 3 қыз ба? 4 ұл, 4 қыз кетті. 4 ұл, 4 қыз кетті. И қалғаны бірінші, екінші нөмірлі боксшылар, Америкада да кетті бірінші. И 19 спортшы қазір Испанияда, Аликантеда тоже біріккен оқу-жаттығу жиында. Одан кейін оларда 2-8 ақпан айында турнир өтеді, сонда сол турнирға қатысады. Ал мына Америкада кеткен ұлдарымыз, олар онда қыздар да бар еще. Ұлдар сол келеді, олар оқу-жаттығу жиыны осында өтеді, одан кейін Странжа бар, сонда кетеді. Болгариядағы Странжа. Болгариядағы Странжа. Осы қазіргенде биыл бізде 28 наурыз 11 сәуір айында Азия чемпионаты өтеді, Монғолияда, Улан-Баторда. Основной осы алдыңғы жарыс сол болып тұр. Азия ойындары? Жоқ, қазіргі. Қазіргі ма? Осы 2 айда болатын сол. Одан кейінгі биыл енді 2026 жылдың ең басты жарысы ол бізде Азия ойындары, Японияда өтетін. Сол. Оған дейін Азия чемпионаты бар, содан кейін әлем кубоктары бар. Қытайда өтеді, Бразилияда өтеді. Осы 2 әлем кубогі бар. Азия ойындарына дейін. Азия ойындарынан кейін де бізде финалдық әлем кубогі өтеді Ташкентте. Сосын тағы да календарда жарыс көп. Жарыс көп. Сосын қазір мына ИБА-да қосылып кетті ғой қазір. Енді World Boxing'тан кейін біз ИБА-ға да шықтық қой осы күні. Бірақ өте енді мынау құрама команданың бір тағы да бір атап өткім келеді. Бір өте жақсы стратегический ход болды. Бірінші номерлардың өзін әр салмақта бірінші номер барған жоқ деп ойлаймын ояқта. Кейбір салмақтарда екінші номерлар кетті, кейбір салмақтарда бірінші номерлар кетті, мен білуімше. Қазақстан чемпионы болған. Иә, Қазақстан чемпионы болған балалар бар да. Основной состав өзі бармайды, ол жарысқа бармады кейбір көп салмақтарда. 4 салмақта 4 әлем чемпионы қатыспады ғой айтқанда. 4 әлем чемпионы қатыспаған жағдайдың өзінде ИБА-да барып біз 3 алтын алдық. 3 алтын алдық. Бір күміс. Иә, командалық есепте 2-ші орын алдық. 2-ші орынды алдық. Бұл жақта енді бокс жанкүйерлер былай айтпасақ та біліп отыр. Бұл жақта бүкіл әлем 2-ші орынға таласу үшін барды ғой. 1-ші орын уже анық болды ол кезде. Сол үшін біз 1-ші орын алдық деп айта берсек болады негізінде деп өзімізді айтып отырмыз. Жақсы балалар жақсы өнер көрсетті. Қолдарынан келгенін істеді ғой. Мұнда Абылайхан әлем чемпионы болды. 3 рет оған дейін әлем чемпионатының қола жүлдегері болды. Міне былай айтқанда бір армандарының біріне жеттік те. Әлем чемпионы болды. Иә, Дубайда өткен ИБА. ИБА-да. Одан кейін Асылқұлов Оразбек тоже әлем чемпионы болды 57 килограммда. Одан кейін Сәкеніміз двукратный болды. 21-ден кейін былай айтқанда 4 жыл салып 25 жыл тағы да әлем чемпионы болды. Өте жақсы нәтиже көрсетті балалардың бәрі. Кімде финалда жақсы аққалық сабыр тоже өте жақсы. Жеңілді деп айта алмаймыз. Мен енді боксер жанкүйер ретінде енді қолын көтермеген себепті енді фактор ретінде айта аламыз. 2-ші орын алды деп. Бірақ бокс маманы ретінде
былай достойно төбелесіп шықты. Қолынан келген бәрін жасады. Сол. Енді қазір енді байқап отырмыз, келесі енді Олимпиада бұйырса Лос-Анджелесте ол жақта World Boxing аясында өтеді. Сол себепті де мысалға Америкаға оқу жаттығу жиындарына жіберіп жатсыздар. Және де енді ол жақта ол оқу жаттығуда өзбек құрама командасы менің білуімше бармайды. Ол жақта қазіргі таңда өтіп жатқан оқу жаттығу жиында Америкада Қытай келді, Англия келді, Финляндия келді. Біз бардық. Осы 4-5 мемлекет оқу жаттығын біріккеннен өтіп. Бәше, енді сол жаңа өзбек боксын не үшін қозғайын деп отырмын. Бұл жерде сөзім астарында біздің мұны қазақ жанкүйерлеріне өзің бір нәрсе түсіндіріп кетпесең. Біз енді ол өзбекпен жарыс үшін, өзбек бізбен жарыс үшін бұл бокста жүрген жоқ қой негізінде. Бірақ енді қалай былай еді, біз қай чемпионатта біз өзбек енді былай официально айтылмайды, бірақ астарлы барлық өзбектер қанша алтын алып, біз қанша алтын алып деген әңгіме жүреді. Бұл жанкүйерлік этикет дейме, мәдениет деп ол дұрыс па негізі? Енді халық енді білмеймін, енді көршілес жатқаннан кейін бір бәсеке бар да бізде. Бұл айтқанда Өзбекстандар, олар да қазіргі таңда өте қарқынды даму үстінде спорттары. Өте жақсы, бәр жалғыз бокстан емес, бүкіл бұлай спорт жағынан олар өте жақсы дамып келе жатыр. Сондықтан енді бокстан да бұл айтқанда олар бізді біраз озып кетті. Біз енді әлем чемпионатында бірінші орын алдық дейміз, енді 7 алтын алдық дейміз. Оның 7-інің 3-еуін қыздар алып келді, 4-еуін ұлдар алды. Ал өзбектер ұлдардың өзінен 6-ын алып айтқан кезде. Ұлдардан біз бұл айтқанда қалып қалдық. Ұлдардан қалып тұрмыз, общий есепте ғана ұтып тұрмыз. Общий есептеген кезде бізді қыздардың немесінде, қыздарды есептеген кезде біз бұл айтқанда оздық. Біздер қыздар енді бұл айтқанда бізде 2004-тен бастап осы 2005-те бірінші чемпионат Қазақстан өтті қыздар арасында. Былай бокс уже 20 жыл болды. Неметке бұл айтқанда бізде дамып келе жатқанда. Олар бір 10 жыл ғана болған шығар қыздары. Енді бастап келеді. Олар да былай енді ақырын тәжірибе жинап, былай түс көрсетіп жатыр қыздар. Біздерді ұтып қойып жатқандар да бар қыздары. Бәрі көпшілік айтады, өзбек пен қазақ боксының былай айырмашылығы не? Былай қарасаң көрсете селіміз, бірақ стильде да ерекшелік өте көп. Физикалық дайындық вообще бөлек деген сияқты. Кемшілігі мен артықшылығы жайлы айтып өтсек кішкене. Енді өйткені біздің жанкүйерлер айтады, қазақ боксы таза бокс дейді, бірақ енді таза, бірақ жеңу үшін өзбектер бұрын біз бокста жүргенде қандай болды? Өзбекстан боксшылар такой более такой силовой төбелес болатын еді. Қазіргі таңда олар былай более игровой боксқа ауысып жатыр. Қазір өзің былай қарасаң, Халоковтал төбелесе беретін драчун емес, ол игровик деген. Одан кейін 65-те Масахуджа, ол да солақ аяқта секіреді. 75-тері, 80 килограммдары бәрі уже андай более игровойға нетіп жатыр. Енді оларда бокс дам неметіп жатыр, кубинстер келді, может солардың септігі шығар, біраз школа қойып аяқта. Олар өздерінің сөздерінде айтады, мен өзбек өз ағамыз деп былай құрметтейміз, қашанда былай бауырлас елдеріміз ғой, бірақ олардың бір риза болатынын мойындайды. Біз көп біздің өзбек боксының дамуына қазақ жеріндегі қазақ бокс әсер етті дейді. Біз оларға қанша жарысқа бардық, қанша сборына бардық дейді. Сөйтіп соны мойындағанына қуанасың. И және де мен мына өзбек боксының, өзбек бокс федерациясының басшылығына бір риза болатынымды айта кетейін. Олардың құрамында қаншама қазақ қандастарымыз төбелесіп жүр. Енді біздің қазіргі кезде енді қазақлану деген тілімізде тұрса, бірақ спортта да қазақлану болып кетті ма, не болып кетті? Бізде қазір енді орыс тілінің аралары жоқ болып кетті негізі. Или енді қазір бір қазақ боксшылар күшейіп кетті ма, басқа ұлттан бір құрамада қазір қалмады деймін. Жоқ, бар, бір екі балалар бар. Қазақстанда үштікке кіріп жатқан Калинин бар, тараздық боксшы. Сосын кім үшінші орынды? Қостанайлық боксшы үшінші орын алды. 80-85 килограммда. Кім еді? Жәнібек тұтып алды ғой. Михаил Хаханчик деген тоже үштікке. Бұлай балалар бар, неге жоқ деп айтуға келмейді. Бізде молодежкада көп балалар бар. Таможниктан тяж бар бізде, Ұлытау облысынан. Боксшылар бар ақырын-ақырында. Олар да бірен-саран. Сол. Енді бірақ қазір қараса, сол жаңағы өзбек құрама командасындағы көп қазақ боксшылар қайтадан бірнеше салмақтағылар бізге келіп отыр ғой енді. Сәрсекбаевтың ізімен келіп жатқандар бар, былай да келіп жатқандар бар. Бізден ұяқ кетіп жатқандар жоқ, бірақ біз ол жақта не істейді. Иә. Балалар
иә келіп жатыр ғой кім бізден де көп балалар осында жүр ғой кезінде сол немеде Өзбекстанда тұрған енді кімдер кезінде енді СССР кезінде сол Қазақстан жері ғой кейін за границаны бөлген кезде сол Өзбекстанға қалып қалған енді қазақтар бар ғой солар келіп неметіп жатыр. Оларға құрама командадан орын былай ғой әңгіме бәрі көбі келді дейді. Ол Қазақстан чемпионаты бар. Сол Қазақстан чемпионатында дәлелдеу керек та. Одан кейін барып ойбай Өзбекстанда бокс тастап ой бізге келді деп оларды ешкім ет асып күтіп отқан жоқсың. Ет асып күтіп отқан жоқ. Өйткені өзіміздің де балалар бар. Қанмен термен былай айтқанда Қазақстан чемпионатын дәлелдеп ұлттық құрамаға кіріп, енді кім өз орнын бүйтіп бере салады. Ешкім бермейді ғой. Ол келгеннен кейін ол бәріне бірдей Қазақстан чемпионаты болады. Сол кезінде ұрсын, үштікке кірсін, сөйтіп ұлттық құрамаға кірсін. Ондай ешкімге біз былай айтқанда запрет қоймаймыз ондай. Келіп неткен. Доказать ету керек та. Атак андан келді ойбай деп нетеді. Ол то, что көрсеткен былай айтқан нәтижелері ол қазақтар үшін емес, ол Өзбекстан үшін шықты былай айтқан кезде. Любой боксшы басқа елдің атынан шықты, ол соған кетті ғой. Сен мұнда келдің, сен никтосың. Иә. Нөлден бастайсың, дәлелдейсің. Иә, дәлелдейсің. А сен то, что ар жақта көрсең, ол біздің елдің туын көтерген жоқ, сен Қазақстан туын көтерген жоқ, Өзбекстанның елі там басқа мемлекеттің туын көтердің. Енді қара 28 Олимпиада Лос-Анджелесте, оған дейін енді соңғы әлем чемпионаты ғой. Негізінде енді Олимпиаданың алдындағы соңғы әлем чемпионаты негізі нағыз көрсеткіш сол ғой. Иә. Ол біз енді қазіргі әлем чемпионатын кейбіреулер айтады, енді бокс мамандар. Бұл енді көп нәрсе шешпейтін әлем чемпионаты ғой дейді енді. Жеңілген сөз құрсын дейді, жеңілгендер сөз айтатын шығар енді. Бірақ қалай дегенмен де бұл өттік, бұл біз үшін нәтиже. Бірақ келесі әлем чемпионаты қайда? Келесі әлем чемпионаты Астана қаласында болады, Құдай қаласа. Осы жыл қазір уақыты, осы бірер уақытта нақты айтады. Сол уақытта ол лицензионный тур немене болады? Лицензия. Астанада ойнатылады. Основной сол Астанада ойнатылады. Біз білуімше полуфиналға шыққандар лицензия алады. Тяждарда бірінші, екінші орынға береді лицензия. Одан кейін Азия чемпионаты болады. Сол Азия чемпионатында лицензия береді. Одан кейін мировой тағы да бір турнир болады. Ол 28-ның басында болады. И сонымен 3 турнир болады деп айтып жатыр енді. Ол нақты немес жоқ, бірақ осындай немелер бар. Сондықтан енді әлем чемпионаты, енді бұны әлем чемпионаты мен Олимпиада екі бөлек. Азия чемпионаты мен Азия ойындары бөлек. Өйткені бұл жерде бұл енді 4 жылда бір келетін неме ғой, комплекстік былай айтқанда іс-шарада бұл жарыстар өте психологиялық тұрғыда өте қиын болады. Ол әлем чемпионы болды, там Олимпиаданы точно ұтады деген өзің білесің ғой, қаншама бізде әлем чемпиондары Олимпиадада ұтылып қалады. Ол тоже өте психологиялық тұрғыда ауыр неме. Бұл айтқан кезде 2023-те алуға да болады. Бізде Ташкентте чемпионат, май айында чемпионат, мира әлем чемпионаты өтті. Біз неше 4 алтын, 1 күміс алдық. Одан кейін 4 айдан кейін ба Азия ойындары болды Қытайда. 1 күміспен қайттық былай. Иә. Ойындар деген сөз қосылып еді. Ойнай алмай қалдық дейсің ғой. Жоқ, ойындарда просто психология бөлек. Бүкіл көп спорт түрлері бар. Иә. Олимпиадта ойлашы. Олимпийский городок бар. Городок бар, қаншама бүкіл еще сен кеткенде бүкіл ол айтқан кезде халық назарында да бүкіл сол Олимпиада, Азия ойындарын күтеді. Өйткені бүкіл спортпен барады. Өзін ойлашы, сен завершение только өттің, жеребьевкаңды көрдің. Бірінші күн сен әлі бокстасқан жоқсың әлі. Сен 2 күннен кейін примерно бокстасың, уже кейбір салмақтарда, кейбір спорт түрлерінде уже вот немеде Олимпиаданың бірінші күні Парижда. Елдос Сметов олимпийский чемпион болды. Біздің қазақтар әлі бокстасып тұра көрген жоқ былай айтқан. Иә. Сол да, сен уже көресің, сол психологиялық тұрғыда өте қиын болды. Мен өзім басымнан өтті ғой, Олимпиада ойындары 2008 жылы. Мен көрдім қандай психологиялық неме. Мен жаңып кете жаздадым да сол кезінде. Көп жүк түседі. Иә, біраз неметеді, өте қиын. Сондықтан ол жерде үйден қой сойып Құран оқып шығарып салды деген әңгіме сияқты ғой. Әркім әкім звондайды, спорт басқармасы звондайды. Айналайын, ұтып келу керек деп. Сондықтан ол өте қиын. Енді ол спортшы болу да қиын, сосын жаңағы спорт жаңағы федерацияларында жұмыс істеу оңай емес, жауапкершілік қой енді. Біз қазақ бокс енді әлемде номер 1 командалық есепте бірінші болып тұрмыз. Оның
бір мақтанғанмен дегенмен бірақ келесі жарыс қалай болар екенбіз деген нәрсе. Сол айтады ғой, чемпион болу қиын болса, чемпиондық атақта қалу одан да қиын дейді ғой, сол сияқты. Сол енді қазір көршілеріміз де екі есе дайындалып отыр ғой қазір. Ол жалғыз біз енді былай айтқан кезде өзбектер дейміз де, өзбектерден де бөлек қанша мемлекеттер бар мықты. Қазір Бразилия қатты дамып келе жатыр, бокстары өте мықты қазір. Көп қазір. Индия мысалы бұрында киноларда ғана төбелесетін еді. Ударда тимей жатып жататын, қазір қарасаң Индияң оларда қазір екі мәрте олимпиада чемпионы, 3 мәрте кім? Мэри Ком қыз. Пятикратный чемпионка мира. Мира. Олимпиада екеу ма? Жоқ, олимпиада салмағы болмады. Болмай қалды ма? Пятикратный чемпион мира. Былай қарасаң, бізде 5 мәрте чемпион мира, әлем чемпион жоқ. Бізде 3 дүркін ғана бар. 3 дүркін ғана. Назым бізде. Сондықтан қыздардан көп Қытай, Тайпей деген. Северный Кореяның да жақсы. Северный Кореяны тоже былай айтқанда таң қаласың. Былай еш қайда шықпайды, официальный старттарға шығады да. Иә. Пытырлатып кетеді да. Біз айтады ғой, бой жетпей қалды, там боевой практика болмады деп, кейде отырып қалған кезде балаларға айтып жатады ғой. Ол загранға шықпады, бүйтпеді дейді. Кореяны қараса, ешқайда шықпайды ғой, чисто келеді де. Психологиялық түрде үнемі дайын ғой олардың, бір босаңсып қалғанын көрмейсің. Енді мына жеңіс бар, жеңіс пен жеңіс қатар жүреді ғой, енді өзіміз білеміз, спортта осының өзі талай рет куәгер болдық та. Жеңістің беретін әсері бар, жеңілістің беретін әсері бар да. Жеңілгеннің бір жақсы жағы бар да, өмірін көз алдынан өтеді да. И анау жаңағы босаңсып қалған кездер, бәрі кроссты до конца жүгірмеген кездер, салмақты дұрыс қумаған кездер, бәрі көз алдынан өтеді. Бұл былай қараған адам жеңген жарыстардан қараған, жеңілген жарыстардан көп нәрсе түйеді ғой негізінде. Енді біз қазір жеңіс үстінде тұрмыз ғой. Былай Қазақстан нөмір 1 болып тұрмыз да. Жеңіс былай қарағанда екінші орын алған командалардың бәрі сені зерттей бастайды. Сенің жауың көбейеді деген сияқты ғой. Сосын кішкене жеңген адамды босаңсытады ғой. Қазір құрама команда босаңсып қалған жоқ па әйтеуір? Енді жоқ, енді қазір бәрімен айтып жатырмыз, дайындалыңдар деп балаларға. Әлі основной бізде алдағы былай айтқанда мемлекет үшін да бізге важный ең былай айтқан кезде маңызды жарыстар ол Азия ойындары мен Олимпиада ойындары. Осы екі жарыс мемлекет үшін маңызды, өйткені бұл жерде командалық есеп бүкіл былай айтқан кезде қаншама 4 жылдық былай айтқан кезде нәтижелерді есептейді ғой. Сондықтан айтып жатырмыз, әлем чемпионатына қарап босаңсымаңдар. Келесі жылы биыл енді бұл уже тарихта болсыңдар ғой, өтіп кетті деп. Өтіп кетті, оның бәрі дайындалу керек та. Бізде сәл ол өзіміздерден де бар да, халық сол еркелетіп жүреміз ғой балаларды. Анда шақырады, мұнда шақырады, соны айтамыз енді, бәрін айтып жатырмыз, жігіттер дайындалыңдар деп енді. Балалардың өздерінен енді профессионально келу керек та, жауапкершілікпен қарау керек. Жоқ, енді қара, осы орайда мынандай нәрсе бар да, мен енді өзімізде спортшы болдық, рингті сыртынан емес ішінен білетін адамдармыз ғой енді. Бір кездері мына практикада бар да, бапкерге үлкен не берсе, билік берсе, мысалға бапкерге билік берсе, енді ол бапкер қалай айтсам болады, біздің бизнес тілмен айтсақ, производство, өндіріс қой. Бұл талай боксерлар шығарылатын, мысалға өндіріс орны ғой. Ал боксерді, чемпионды біз ол өндірістен шыққан бір продукт қой, материал ғой. Енді біз материалға кейбір кезде акцент көп беріп қоймыз да, чемпиондарды бүйтіп кетеміз да. Чемпион, вау деп кетеміз да. Артында бапкер, чемпионды шығарған бапкерге кейбір кезде былай көңіл аз бөлініп қалады да. Былай елінің боксын дамығанын қалайтын адам, мынау керісінше, ана боксерді жерге түсіріп тұру керек, кішкене, сен қой. Звездный болезбен ауырмайын, жерге түс, сен жақ пачкасы бар, артынан келеді, тренерге айтсақ, тағы оны шығарып жібереді. Ал тренерді былай көтеру керек па деп ойлаймын. Кейбір кезде енді бұл осы орайда мен де енді сыртынан айта береміз ғой біз қазақ әңгіме. Кейбір кездерде бапкерге мына боксшының айлығы бапкердің қолынан өтетін болса, мысалға да. Ол кезде мен ойлаймын, енді адамбыз ғой біз, уже бапкерді тыңдау арта ма деп ойлаймын да. Енді бокста боксердің удары қатты болғанмен қазір ең қатты удар ол қалдадан болатын удар ғой негізінде. Қалдадан бір-екі тұрған кезде настроениелер түсіп кетеді да. Тренировкаға кешіктің ба, тренировкадан қалдың ба, соған қарай өзің жеке бапкері ма, болмаса бас бапкері ма, мысалға бас бапкер айлығын көбейтіп азайтатындай деңгейі болса, мысалға мүмкіндігі болса. Өйткені бұл зарплата деген нәрсенің өзі наркотик сияқты дейді ғой негізінде. Басында бір дозаға үйреніп қалады, ертең ол дозадан кейін басқа ас сияқты болып көрініп тұрады да.
сосын басқа ломка болады деген сияқты ғой, артық қылықтар шыға бастайды. Енді әзілдеп айтсақ та бұл өмірде болатын нәрсе. Бұл спортшының ол енді оны олай отырып айта беру оңай ғой. Бірақ бізде заң деген нәрсе бар, өз ережесі бар. Сондықтан ол тоже оны каждый бүйтіп ойына келгенде істей алмайсың. Істей алмайсың. Олай да сөйтіп те етуге болады, бірақ оған тағы да трудовой кодекс бар. Сол оларда табельдер жабылады. Сен сондықтан ол қиын ондай істеу. Мен бір айтып кететін нәрсем да, көп нәрсені сырттан жаңа өзің айттың ғой, том пішу дедің да, том пішу ол оңай да, каждый айтады, бүйту керек, сөйту керек, оны бірақ реализовать ету керек, енгізу, оны істеу керек. Оны істеу үшін өте, былай айтқан кезде, заң бар. Ол заң кейбір нәрселер істегің келеді, бірақ ол заңға қайшы болады да, сондықтан сен істей алмайсың оны. Ол бар. Одан кейін тағы да подводный течениелер бар, кто-то қарсы болады, ол өте қиын. Көп адамдар бүйту керек, сөйту керек дейді, ондай өмір осыны келіп істеңдерші. Мынау жаңағы бізде елде жаңағы айтады ғой, ату жазасын не қолға алмайды деген сияқты айтады ғой, бірақ енді көбі өз балаларына өнеге берген адамдар, мысалға ертең өз балаларының атылып кетпеуін қалайды ғой енді. Ертең бір үлкен бір қылмыс істеп қоюы мүмкін, өз баласы ертең кетіп қалуы мүмкін, сол заңды шығарған адамның өзі соған түсіп қалуы мүмкін да. Дәл сол сияқты былай қарасаң, жаңа өзің айтпақшы, артық қыламыз деп тыртық қалуымыз да мүмкін. Бірақ енді қарасаң, анау семізді тойғана көтереді дейді ғой. Біздің чемпиондарымызда кішкене расслабон бар деп ойлаймын. Мен өз ойым, жеке ойым. Сырттан қарасақ енді бұрынғы біздің кездегідей бізде енді Инстаграм болмаған біз байқатпадық па, оның ешкім өмірін көре алмадық та. Қазір енді Құдайға шүкір біздегі басшылықтың бір белгілерінен ба, чемпиондарымыз әйтеуір қазіргі таңда былай айтқанда жетістікке жеткен боксшылардың бәрі былай айтқан кезде результат көрсеткен. Боксшылардың бәрі жағдайы күшті деп айта алмаймын. Өйткені бар балаларды, которые қиын жағдайда жүрген, отбасын былай айтқанда арена асырап жүрген, осындай квартирада тұрған балалар бар, оның бәрі. Арасында осы именно результат көрсеткен, әлем чемпионаттарында медаль алып өткендер енді премиялар көріп жатсыздар ғой, беріп жатыр ғой, жақсы беріп жатыр. Жақсы қомақты ақшалар алып жатыр. Сондықтан жағдайлар қиын деп айта алмаймын. Шүкір, Аллаға шүкір, балалар федерациядан алады, өздерінің облыстарынан алады. Облыстарынан береді, әкімшілік береді, аға көкелер бар, алып жатыр. Тәубе, балалар енді молодцы, зарабатывает, бірақ оны да түсіну керек та. Бұл бокс сен ұлттық құрамада жүргеннен кейін ол сенің жұмысың. Бұған как жұмыс ретінде келу керек. Если вот егер де сен жұмысқа кіресің, сен сағат 9-да келу керек па, 9-да жұмыс па, сен уже 9-да болу керексің. Сен 9-дан 5-10 минут кешіккен, сен былай айтқанда біз саған замечание берді, выговор берді, жұмыстан шыққан мүмкінсің да. Сол сияқты бұлар да солай относиться ету керек та. Саған мемлекет тарапынан былай айтқан кезде айлық төлеп жатыр. Саған жайдан жай төлеп жатқан жоқ қой. Сен сол жұмыс ретінде сен контрактқа қол қоясың или трудовой договорға, сондықтан соны дұрыстап елу керек деп айтатын да. Мен балалар енді қазір енді бұл кезеңді біз өттік. Өзің бокстастың қазір қойдық да. Одан кейінгі спорттан кейінгі өмір бар да. Олар әлі может түсінбейтін шығар, енді айтып жатырмыз. Жігіттер, былай айтқан кезде қазір сен ұлттық құрамада жүрген балалар бірінші, екінші нөмірден айлық алады, бәрі неметеді, бір минимум бір 400 теңге алатын шығар. Және бәрін қосқанда облыстан алады, андан алады, мындан областной федерация, жаңағы ДРС бар, соның бәрін алғанда алатын шығар. Бірақ ол алады, бұлар еңбек етіп жатыр да, бірақ андай өзінің сүйікті нәрсесімен айналысып жүр да. Бүйтіп бокс қой, былай айтқан хобби емес, былай таза жерде тренировка істеп жатыр. Мемлекет тарапынан сені былай айтқан кезде жарысқа жіберіп жатыр, оқу жаттығу жиынына сені бәрі бесплатно жіберіп жатыр. Киімдеріңді былай айтқанда беріп жатыр, спортивкаларды да, там плановый немелер бар. Бәрін былай мемлекеттің сен немесіндесің, обеспечениесін да, былай айтқан кезде. Егер де сен спортты қойып кетші, да? И чтобы ана жаңағы 400 теңге табу үшін, сен таңертеңгі сағат 8-де, если сен спорт саласында методист болып жұмыс істесең, сен сол 400 теңге табу үшін, сен таңертең сағат 8:30-9-да кіресің, кешкі 6:30 бойында сол компьютердің үстінде жұмыс істейсің. Күні бойы. Суббота, воскресенье, выходной болды, андай мындай іс-шаралар болды, солай жүгіріп жүресің да. Кейбіреулер айтады, балалар қазір айлық төлемесе неме кетіп қалады, курьер болып кетеді дейді да. Мен айтамын, курьер болып сол 500 теңгені ақшаны табу үшін сен таңғы 8-де түнгі 12-ге дейін былай айтқанда аяғын тоздырып жүру керексің. Ол ақшаға сен тамағыңды ішесің,
былай айтқанда киінесің, квартираны төлейсің, былай айтқанда. И ол жұмыста сенің 250 мың доллар ұтып алатын мүмкіндігің жоқ. Мүмкіндігің жоқ сен. Үй мен машинаға келетін мүмкіндігі жоқ. Сол үшін реально бұрын өзім спортта жүрдік қой, бокста жүргенде сенде бір мотивация болатын да. Бір машина аламын десең, былай айтқан кезде, қазір мен бір жерде ұтамын, там чемпион Азия боламын, премия аламын, сол кезінде деген өзімде былай алдында бір немене болатын. Одан кейін спортты қойғаннан кейін сен ондай мотивация жоқ, былай сен тек қана айлыққа жұмыс істейсің болды. Премия береді, ол сен тура бір айлығында былай айтқанда. Былай айтқанда. Тек қана қазір көбі неге кредитқа кіріп жатыр, потому что машина айдағысы келеді. Айын десе ол примерно 10 миллион тұрады да, сен айына зарплатын 300-400 мың теңге, сен 10 миллионды қалай жинайсың? Өйткені анау тамағың бар, қазір бәрі қымбат былай айтқан кезде. Сен тек қана неге кіреді? Кредитқа кіреді халық. Ол кредитқа кіреді, сол первоначалық сен айтып жинап ана салады да, кредит алады. Болды. А сен спортта сенде возможность бар да, былай айтқанда, жағдайыңды жақсартуға, әке-шешеңе, туған туыстарына көмектесуге осы спорт арқылы возможность бар да. Бірақ тоже мынандай моменттар бар да, неге бізде двукратно, трехкратно деген немелер жоқ, олимпийский чемпиондар жоқ. Вот Елдос бар да, былай айтқанда 3 олимпиадада ол медаль алды. Ол бір история, мен енді немесі интервьюларын көрсем, ол тарих жасағысы келді. Мына Америкаларды айтамыз ғой, оларда бар ғой, Япония, олар былай айтқанда бізде 50-60 жылға бізден экономикасы дамып кеткен да. Олар тоқ болғанда, конкретно олар тоқ бізге қарағанда дұрыс па? Олар жағдайлар бытовый бәрі қойылған да. Бірақ олар істейді, ақша төлеп, неме заниматься етеді, одан кейін бит-бит, двукратно, трехкратно, оларда идеологиясы история жасау да. Двукратный болсам, трехкратный болсам деген сияқты. Біздерде андай идеологияда сол отып жағдай жасап алсам дейді да, сонымен короче адан кейін ары қарай уже ол жетеді ғой неменеге. Жаңағы мотивациясы болды ғой да. Там мен тұрып, мен үй алу керек, машина алу керек дейді, оған фук отады, жетеді, ол бәрі болғаннан кейін уже мотивация өшеді, уже болды. Сол да. Бұл жерде идеология болу керек деймін да, сол история істеймін деген сияқты. Мен тарих жазғым келеді деп, мен қазір былай айтқан кезде Назым Қызайбай 3 дүркін неме әлем чемпионы. Бұл тоже тарихты жазды да. Ол да былай айтқанда қанша жеңістерге жетіп келе жатыр ғой, бірақ ода тоже мақсаты бар да. Вот қанша олимпиадаға салмағы недовес бүйтіп әренде қанша 2-3 олимпиадаға, 2 олимпиадаға по-моему салмағы жетпей недовес вот барды, бронзовый призер олимпийскийгер болды. Вот еңбек етті. Мен Назым Қызайбайды көрген жоқпын. Бір кафеде анда-мында жүрген қыдырып. Дұрыс па? Балаларға да соны айтамын да, жігіттер оның бәрі келеді. Шақырады, бірақ бәріне жоқ деп айта алатын адам ғой. Вот. Ол сен спорт па? Спортсмен сағат 10-нан кейін ұйықтау керек, комнатада жату керек, үйінде жату керек, сбор жоқ болса үйде жату керек. Бізден жас болдық, бізде қыдырдық, бірақ мен өзі бокста жүргенде сағат 10-нан кейін телефонымды алмайтын болды. Өйткені мен ұйықтамасам үйде жатсам, мен алмаймын, өйткені мен бұл уақытта мен ұйықтап жату керек. Уақытымен ұйықтамасаң рингте ұйықтап қалуы мүмкін дейсің ғой. Конечно. Бұл ана айтам да, где-то мына жерде сашковать еттің, ана жерде кешігіп қалдың тренировкаға, мына жерде кеш жаттың, мына жерде көп отырып қойдың немеде, сөйтіп оның бәрі жинала береді. И сосын именно официальный бар ғой старттар, жаңағы мир немеде медальға сәл қалғанда сәл жетіспей қалады, ұтылып қаласың да. Сосын неге ұтылмады? Соның бәрі бит-бит жинал, накопительный эффект дейді ғой. Соның бәрі жиналып келеді. Сондықтан көп мен ана дагестанский борецтер бар ғой, трехкратный олимпийский чемпион, солардың бір немелерін тыңдайсың ғой, Буғай Сатиевтің да, қанша немелерін интервью осындай подкасттарда қандай неме айтады, олар прям бүкіл өшіріп тастайды. Осы Таймасовпен мен интервьюін тыңданып, Өзбекстан атынан шықты ғой, трехкратный олимпийский болды. Сол айтты ғой, мен бір жыл қалған кезде дейді, мен бүкіл соцсет бәрін алып тастаймын дейді. Менде жай простой телефон болды, тек қана тренировка, кітап оқимын болды дейді. Сондай мен етемін дейді. Біздің балаларға да неге соны жасамасқа, сондай енді көріп жатырмыз. Бұрын бізде ондай, бізде андай соцсет болған жоқ та, ондай біз білген жоқпыз да, қазір көріп жатсың қалай дайындалған. Қазір енді бар да, примерлар живой, трехкратный болғандар осылай дайындалған. Біздерге де солай дайындалу керек балаларға. Бірақ енді қолдарынан келгенше істеп жатыр ғой балалар, бірақ тоже чуть-чуть тәртіп болу керек. Қараш, мысалға, енді ол біздің бапкерлер шетелге барып көп жұмыс істеді ғой енді.
Сафиуллин Нұрғали ағайымыз барды, Буданбеков ағайымыз барды, Ғалым ағамыз да барды, Қытайға барды, Болат Ниязымбетов ағамыз. Біраз мемлекеттерде бірінші ондай айта берсе көп негізде. Бірақ бізге келіп істеп жатқан шетелдіктер былай қатты көп емес. Былай санауға болады. Астанаға бір кезде бір кубинский келіп, кубинский па? Астанада кубинец болды, россиялық Филимон деген кісі. Сондай кісілер болды. Әрбір облыстарға бір Сагарада да келді ғой. Сагарада келді, Алматы қаласына. Қазақстан құрама командасына келмесе, Алматы құрама командасына келіп кетті сол кезде. Уақыттар болды сондай көп легионерлер. Өйткені әр қала өз бірімен жарысты ғой ол кезде. Сол бір. Кубок конфедерация деген кәдімгі бір, білмеймін, бір Усикте келіп тұр бокстастарды Қостанайдың атынан төбелесіп кетті ғой. Ваняға барып бір сабағаным бар еді, соны бірге барғанбыз Қостанайға. Сол айтайын деген, енді дұрыс, біз бұл білім деген нәрсе, білесің ғой, жылдан жылға жаңарып отыр ғой. Спорт деген наука. Бұрындағы разминкалардан басқа разминкалар пайда болды. Бұрынғы фармацевтика дейді, жаңағы бұрында біз дуабитхана ашып төбелесе берсек, өздерің білесің. Жаңағы рибоксин бе жүрекке? Рибоксин. Рибоксин ішіп, дуабит ішіп, сол мысалы мектепте, садикте ішетін балалардың ішетін дәрісін ішіп, витамин ішіп жүріп төбелестік мысалы, өздерің мысалы. Қазір енді мамандар тартылып отқан шығар негізінде, бірақ осы боксты біздің қазақ боксы енді әрине аяқта қозғалады. Қазір бокстың өзі стилі өзгеріп бара жатыр. Тотальный бокс дедік, сәл ближний бой, сәл профилға ұқсап бара жатыр. Мүмкін осындай маман шақыру деген ойда бар ма осы құрама командаға? Басқа енді қалай дегенмен енді бір өздеріміздің жүйеміз өзгерпенше нәтиже өзгермейді ғой енді. Мүмкін бізге осы нәрсе керек па? Басқа елден сырт жақтан мысалы кәсіпқой бокс маман болмаса бір кубалық маманды тарту ма, сондай бір жоспарда бар ма ондай? Ол да бар, жоспарда бар. Ана былтырлар бір кубинский келді, тоже осында облыстарда нетті, ол енді профессор да. Сосын бір тренер келді, сол бір айдай жүрді, сосын ол да кетіп қалды. Енді америкалық ана Камачо ағайындар бар, соларды біз ылғи да әкелеміз. Камачо олар физподготовка. Олар тоже жақсы неметеді. Генамен жұмыс істеп жүрген. Генамен жұмыс істеген, солар бізге официально керекті старттарын алдыртамыз оларды. Мына просто айтып отқан себебім, мына өзбек боксы қалай дегенмен, анау Сидней Джексон деген америкалық негізі боксшы ғой, соғыс кезінде келіп Өзбекстанда қақып кеткен. Сөйтеді енді құр жүргенше дейді да, бір-екі баланы алып дайындай бастайды, сөйтеді, ана баланы дайындай бастайды. Сөйтіп өзбек боксының вообще базасын қалыптасуына сол америкалық бокс стилі нетті да. Ол кәдімгідей боксшыларынан көрінеді ғой, әлі күнге шейін көрінеді. Ана почерк дейді ғой, көрінеді. Кішкене грязный төбелестер бар, өйткені грязный төбелес ол кәсіпқой бокстан болады. Еңкейіп қалса бастан таңқ дегізеді да, балайы бар, открытый бар, закрытый бар, ұра береді. Біздікін Шоқыркөлдегі ұлы атамыз қалыптастырған шығар, советский школа. Бізде кәдімгі аяқпен қозғалу. Бірақ оны да бүйте байқадың ба? Біздің бокс қазір бұрынғыдай неме сол аяқта істеп, алдың қолмен челнокта деген уже жоғалып жатыр. Көбі такой более силовой, төбелес болып жатыр. Ол да былай айтқанда біздің өзіміздің бокс бар ғой, казахский школа бокса деген, соны біз жоғалтпау керекпіз да. Қазір мен енді былай ылғи да айтам, балаларға сөйлесіп отқан әңгіме, неге біз жоғалтып жатырмыз казахский бокс? Өйткені кезінде біздің ағайлар көбі қазір қартайды. Пенсияға шықты, уже 60-тан асып кетті, көбі СССР-де білім алып, содан бері школа бәрін еткендер қазір уже қартайды да. Қазір жастар келіп жатыр. Жастардың көбі былай айтқанда университетте, олар СССР кезінде университетте білім алған кісілер, олар бәрін біледі да. При ударе какие мышцы работают, қалайтын, неме бәрін. Қазіргі көбі былай айтқанда заочно оқып жатыр ғой физкультурный. Базовый жақсы білім беретін физкультура. Қазір енді ашылды ғой АПМС деген неме, именно Астанада қазір ұлттық университет деген статусын алды. Бұрын АПМС деп аталатын. Қазір Астанада. Жоқ, қазір енді интернет дамығаннан кейін бұрында Қазақстанда Сапиевтің бойларын көруге түстік, бәріміз оған да еліктедік, ана Генаға үйренетін нәрселерін алдық. Қазір енді әлемдік бокстан үйренуге мүмкіндік бар ғой, қазір интернетті ашсаң. Жоқ, мүмкіндік бар, бірақ біз өз боксымызды ұмытпау керекпіз. Жоғалтпау керекпіз. Где-то соны профидан алу керек, бірақ өзіміздің аяқ немені ұмытпау керек та. Біз бұрын бүкіл немені ұрдық, аяқпен растаскивать еттік. Алдын ол өзіндік бір ерекшелік болды ғой бізде. Біз шыққан ол серіктер бәрі аяқта істеді, челнокта. Қазір оның бәрі былай айтқан кезде жоғалтып жатырмыз да, барып төбелеске кіресің де, где-то аналар европейцтер, олар олар нестандартный положение ұрады да, любой положение ұрады. Біз енді чисто неде үйреніп қалғансың ғой. Сондықтан біз өзіміздің боксымызды ұмытпау керекпіз.
өзіміздің школамызды жоғалтпау керек. мысалға енді қара, үйдейін десең қазір Сабырхандар шықты. Иә. Төрехан, Махмуд Сабырхан, сосын кім, Төрехан. Сабырхан. Иә. Стилі енді қазақ боксing стилі арасында бір эпизодтарынан чемпионмен көрінеді, бірақ в основном жаңағы кәсіпқой бокс элементтерін қосып отыр, иә. Енді на войне все методы хороши дейді ғой, соғыста. Иә, жоқ, оны бәрін нету керек, ол проблема жоқ. Просто ана тоже аяқты да ұмытпау керек. Аяқты алдың қолмен жұмыс істеу. Енді мен сендер білмеймін, мен бірақ өзім сыртынан отырып, сыртынан проблема енді осал сияқты. Қандай проблема дейсің ғой? Енді конкуренция болған өте күшті ғой. Иә. Күшті, бірақ енді мәселе таңдау деген нәрседе қиын ғой. Иә. Мысалға кейбір салмақтар бар, мысалға мен ойлаймын, жаңағы мысалы Сабырхан мен Төрехан мен жаңағы Абылайхан бар, иә. Көпшіліктің ойында қалып кетті. О деп. Сосын тағы кім бар? Көп салмақтар бар. Осындай әлі мына жағы қалай болады екен деп. Осындай кездерде бұны бұрында спарринг шешеді дейсіз едік. Ел біріншілігі шешеді дейтінбіз. Қазір не шешеді оны? Қазірде сол. Енді қазіргі таңда Абылайхан Қазақстан чемпионы болды. Төрехан әлем чемпионатынан босатылды. Қазір енді былай айтқанда екеуі де әлем чемпионы. Тең келе жатыр. Тең келе жатыр. Анау да World Boxing тұр, мынау Ибан ұтты. Иә, екеуі де әлем чемпионы болды. Қазір енді жарыстарда көреді. Енді біз енді бұл составқа байланысты мен өзім бас бапкер бар ғой. Ол командаға жауапты. Дұрыс па? Дайындыққа сол жауапты. Біз енді сол ұлттық құраманың бүкіл немесін былай айтқанда жағдайын істеп беруді, құжатты бүкіл что. Оны бапкер өзі. Мына бапкер ол өзімен мойнына алды ғой, ұлттық бапкер. Сондықтан ол өзі должен апрель, өйткені қасында жүр ғой. Біз енді былай сборға бір барып кетесің, бір-екі күнге білмейсің ғой кім не екенін. Сондықтан олар іште жүрген мамандар бар да. Мына мен тағы да бір айтып кететін жайтты, 2024-те Олимпиада болды, Париж Олимпиадасына ұтылып атты. Мен осындай көп подкасттарға шақырды. Мен сол кезінде шықпай қойдым, ешқайсысына шыққан жоқпын. Сол айтамын, неге шықпайсың, анау мен шықпаймын дедім. Өйткені мен, чтобы бокс туралы айту үшін, мен бокстың ішінде жүру керекпін. Іштегі аураны білу керек дейсіз ба, кім қандай не болып жатыр да. А мен сырттан тұрып былай балаларға оценка беруге ол дұрыс емес деп ойлаймын да. Одан көп адамдар тұрып айтты ғой, шығып подкасттарда там былай айтқанда қаншама тренерлер жамандады, дұрыс бүйтпеді, сөйтпеді деп әңгіме айтты да. Ол былай айтқанда ол тренерлердің ұлттық құраманың сол кезінде былай сапында жүрген тренерский штаб дейді ғой. Сонда олардың минимум чемпион Азии, призер мира дайындаған тренерлер да. Бірақ айтып отқан былай соларды сынап отқан адамдар призер Қазақстан дайындамаған адамдар ғой, былай айтқан кезде. Ол тоже әр адамның айтатын бір орны болады да. Аузым өзімдікі деп көрінген нәрсені айта беруге болмайды. Иә. Сондықтан өйткені сырттан біз бокс жанкүйерлерінің өзі көп нәрсе айтады ғой. Иә, бәрі өзгерістер болса, бәрі айтады, бірақ енді ол мына салмақта анау бар көреді, мына салмақта мынау бар көреді деп жатады. Мысалы оны сен сол басшылықта жүргеннің өзі бапкерден ақ сен біле алмайсың. Бізге наоборот мынандай болған жақсы да, кімді алады екенбіз деген да. Өйткені екеуде 3 адам 4 адам мықты болса, ана главный тренер басы қатып жатса, ол жақсы да. Кімді апарамын деп, өйткені бізде конкуренция мықты деген сөз да. А если анау барады, өйткені одан басқа лидер жоқ десе, значит одан артынан былай айтканда өкшесінен басып келсе адам жоқ деген сөз. Дұрыс па? Бұрын бізде неге біз 69 ылғыда чемпион болдық? 64, 69 деген салмақтар. Өйткені конкуренция бешеный болды ғой. Именно сол салмақтарда сен тұр, мен атам деген 5-6 адамнан тұрды. Соның ішінен сытылып шыққан, ол уже мировойда да мықты болады да. Сондықтан бізде Қазақстанда конкуренция мықты болғаны бізге жақсы ғой. Енді бар енді жаңағы 55 килограмм, 70 килограммда жақсы лидер балалар бар. Қазір енді олар оны бас бапкер қарайды. Кім жақсы немеде келеді. Қазір енді әр жасқа бар да, әлі белгісіз де оның өзі. Иә, ол әлі қазір может сен білмейсің, қазір мына молодежкада біреу жүрген шығар қазір. Қазір Қазақстан келесі жылы қалатты Қазақстанда атып шығуы мүмкін да. Ол не факт, что қазір мыналар точно Олимпиадаға барады деген. Жастар командасына қарап айтып қойшы, шанс бар любой. Иә, шанс бар. Құрама команда самолетқа отырып Олимпиадаға ұшып кетпейінше сендерде шанс бар деп айту керек шығар, иә. Лицензия алу керек. Лицензия енді былай қарағанда. Жолдама алма. Сондықтан қазіргі былай айтқан кезде 2008 жылғы балалар, да, 2028-де 20 жаста болады. Олар қазір молодежкада жүр ғой. Шанс бар. Мен 2008 жылы 88, 2008 20 жасымда мен Олимпиадаға бардым. Дұрыс па? Вот сондықтан бұларға да 2008-дер 2009-дар даже кіріп кетуі мүмкін. 19 жаста. Керемет. Сондықтан оларға тоже былай айтқан кезде раньше выстрела не падает дешеді ғой. Ой, құрама командасы не қойған деп уже
бұл чемпиондар неге бәрі чемпион бола бермейді? Дұрыс па? Боксқа келген бәрі чемпион бола берсе, онда неге бола бермейді? Өйткені бұл жерде осы характер, сынбау, до конца былай айтқанда бар күшін салсаң, жетістікке түбі жетістікке жетесің ғой. Сонда кейбіреулер көбі талантты балалар бір-екі рет ұтылып қалады, где-то қысып жіберді дейді, сонымен өзі неметеді, бокс тастайды, сосын кейін көп балалар бар да, кезінде бізбен бокстасқан, бізді ұтып қойған балалар да, бірақ юноша молодежь ұтты да, одан кейін өздері тастап кеткенде, сосын кейін біз енді әлем чемпионы болдық, кезінде Мерей сен ұрып алып жүріп еді, вот разница в чем? Ұрып алдың, почему ты до конца не пошел? Сол. Мерей мынандай ғой, енді мен білем, бұл бокстың әңгімесі бір подкастқа сыймайды ғой негізінде ше, бірақ енді бұл өзекті бір әңгімелердің бірі. Қазір енді әуесқой бокстан кәсіпқой боксты бір секірейік, және бір түбі шыққан жері бәріміз әуесқой бокстан шықтық қой, қалай дегенмен кәсіпқой бар, шығып төбелесіп көрдік, шетел көріп келдік деген сияқты. Қазір енді Жәнібектің жағдайы осындай болып жатыр. Допинг дау болды, біреу рас дейді, біреу қалай дейді, оған қатысты өз ойың. Одан кейінгі тағы екінші бір сұраққа келейін. Ол өзінің туған інің Мейір Нұрсұлтанов. Мейір Нұрсұлтановтың жекпе-жегі болмағанына біршама уақыт болып кетті. Оның 2 жылдан асып кетті. Сосын енді ода ондай қазір енді таңертең өтетін Жәнібекке де ойнап жүрді, Генадан кейін Жәнібекке ойнап жүрді. Қазір енді мынау ВАДА дей ма, сол жаңағы қанша уақытқа шеттететін, ол да бір әлі белгісіздікте тұрды. Сол үшін мен ойлаймын енді Мерей тарапына, Мейірім тарапына жұмыс істеліп отыр ма? Қолдау бар ма? Қазақстанда біз енді кәсіпқой боксқа біздің қатысым жоқ деп қарап отырмын. Өйткені бір бокс қой, біздің әуесқой бокстан шыққан соның түлектері ғой, Мейірімде. Сол үшін бірінші сұрағым, Жәнібектің допинг дауына қатысты өз ойың қалай болады? Сосын екінші Мейірімнің жағдайы не отыр? Жәнібек былай айтқанда командалас болдық екеуміз, былай айтқанда әлем чемпионатында бір комнатада тұрдық, оның алдында оқып жаттық, сборларда бәрінде бірге жүрдік, бауырымыз. Просто былай айтқанда жалко да, қаншама еңбек төкті ғой, қаншама дайындалды, енді 2 чемпионды, 2 поезд алды, чуть-чуть енді жетпей қалды енді ол. Білмеймін, мен айта алмаймын, бұл қандай енді әртүрлі неме айтып жатыр. Битті, там немеге став қоймаңдар деді, ол үшін дейді, енді оны бір алла біледі енді. Қазір екінші пробасы болды, одан да шығып қалды. Мильдониді бәді әуесқой бокс кезінде Мильдониді запрет болғанына 10 жыл болды. 2016 жылдың 1 январынан бастап ол ВАДАдан тыйым салынды. Содан бері бұл айтқан кезде ол бұл айтқанда бір ана күш береді деп айта алмаймыз, бір дым бермейтін бұл айтқанда не ғой? Немеді енді білмеймін, соған айта алмаймын енді. Может, біреу салып жүрген шығар, может, біреу смешать етті ма, өзің былай айтқан кезде бар ғой, мен именно Жәнібек қарсы туралы айтпаймын, былай Качков залға барасың, емжекті сүлеу бойға, качоктар жүр да, сұрайшы, не салып жүрсің, мен натуралмын дейді ғой. Сен көрдің бе? Одан былай айтқанда сені допингті атайтпейді, ол просто для себя бар жүрген адамды, бірақ одан ешкім мойындамайды ғой. Мен өз күшіммен типа БЦА аштым, там протеин іштім дейді. Ешкім ешқанда мойындамайды допинг алғанда. Сондықтан мен білмеймін. Ондай жоқ та ол. Ондай жоқ. Мен допинг іштім деп ешкім айтпайды да. Сондықтан мен бұл Жәнібекке қатысты емес, чтобы кейін ойбай, Жәнібекті жоқ. Мен Жәнібек үшін өте то, что қаншама жыл еңбек төкті да, и мына чуть-чуть қалған кезде былай осындай мен кетіп қалған жаман да. Сол үшін еңбегі зая кетті да. Енді ол қандай не болып жатқан енді. Мен енді ойлаймын, енді хотя бір профильдарды көп емес қой. Бір 6 айға берсе, 1 жыл берсін максимум, жақсы да ол. Ол 1 жылдан кейін бір демалып болады да, бір бой істейді да, қайтадан актив болады да, уже неме қайтадан поездарға шығып жеңіп алуы мүмкін да. Сондықтан сол енді қысқа мерзімге кетсе деп сондай неме етіп отырмыз, тілеп что. А то жалко да, былай айтқан кезде. Қаншама еңбек, қанша былай уже чуть-чуть қалған кезде осындай мен кетіп қалғаны. Енді Мейірім жайлы, Мейірім 2023 ноябрьдінде бокстасты. Ташкентте төбелесті, сол официальный президент болды, и содан бері былай күтіп отыр ғой, қанша 2 жылдан асып кетті. Біраз міне осы жақында Таиландқа барып келді, 2 айға жіберді. Енді қолдау көрсетіп отыр. Кезінде кім рух деген бар, сол көмектесті. Кеңес ағамыздың өзінің командасы деп айтты. Сол рухта көмектесті, тоже көмектесіп жатыр. Одан кейін осы міне соңғы оқу жылы 2 айда біздің Қазақстан бокс федерациясының президенті Шахмарат
Муталип ол қолдап жатыр. Сол Дархан бар, Қызайбай первый вице-президент. Осы кісілер осы соңғы оқу жатыр. 2 ай сол кісілер полностью көтерді. Арғай көмектесеміз деп жатыр. Сол рахмет ол. Үлкен. Ол жалғыз әуесқой бокс неме емес, и вот кәсіпқой боксшыларға қазіргі таңда осы чемпиондық абсолютно именно 4 пояс бар ғой. Соған жақын, ең жақыны сол Мейірім болып тұр. Мейірім болып тұр. Вроде контракт берді, қазір сол жақта Америкада қазір контракт сол 1-2 нюанстар бар, соларды қарап жатыр. Виза жоқ. Америкаға виза жоқ, бермей жатыр. Уже 2 рет барды, 2 рет отказ берді. Сонымен қазір сол рабочий виза, сол контракт болса рабочий виза алып, сол аламандың осы жақын аралықта кетеді. Құдай қаласа. Сол виза күтіп тұр, ата виза болса неме ағалар бар, которые неме қолдаймыз деген. Мейірімнің потенциалын былай енді бокс өнетін жігіттер білеміз ғой. Мейірімнің боксы ол таза кәсіпқой боксының несі ғой. Артық қимыл істемейді ғой. Бір риза болатынымыз өте тактикалық тұрғыда да өте андай лишний қимыл жасамайды да. Мен енді айта алмаймын, өйткені ол мен туған інім болғаны, как будто мен өз інімді мақтап атқандай боламын да. Бірақ мен оған айттым, Мейірім, сен осында дайындалып Адамспен шықсаң ұтылып қаласың. Өте дұрыс айтыпсың. Өйткені ондай стильдағы спарринг партнер жоқ. Мен даже мына сол Ташкентте төбелескен кезде Мейірім қиналып қалды. 2023-те. Кәдімгі анау неме қандай тоже бір американ мықты қиналып қалды. Неге? Өйткені ол осы жақта дайындалды да. Бұл жақта балалармен төбелеседі, балалардың бәрі былай айтқан кезде любительдің немелері, спарринг партнерлары, любительдер да. Ол уже любительдерге үйреніп қалады да. Чисто мына классический бокс. Анда американец неше түрлі қисықтар шығады. Олармен сен уже істемегеннен кейін сен уже қиын ғой. Сондықтан Америкада дайындалу керек та, профилармен, қисықтармен неудобный. Соған Мейірім Таиландқа виза неме жоқ, хотя бы Таиландқа баршы деймін да. Таиландта сен функциональный ОФП істейсің ана жақта, дайындаласың. Сосын парда хотя бы ММА-шіктер ғой, сол UFC-дің бай солармен тұр. Оларда неудобный коряво ғой, то саған неме болады дедім да. И бір жағынан сенде хоть бой бергеннің өзінде де қазір 1 ай уақыт берсе де сен уже білесің де, сен физически дайынсың, ОФП істеп алдың деп. Дұрыс па? Сондықтан миыңда сен уже уверенность болады да, мен 2 ай там ОФП өттім деген сияқты дайындалдым деп. Шетелдің несі қалай дегенмен керектісің ғой. Ол хочешь быть сильным, готовься, тренируйся сильным ғой сол. Дұрыс екен. Мере енді мына жаңағы осы World Boxing аясында өткен әлем чемпионатынан кейін ұлттық құрама команданы бүкіл бапкерлермен қосып боксшыларымызды жаңағы елбасы Тоқаев, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қабылдады, өзінің разылығын білдірді, және де әлемде осындай қазақ боксы 1-ші орында тұрғанын мақтанып айтты. Сосын боксты ұлттық спорт деңгейіне көтеріңіздер деген тапсырма берілді ғой, Енді ұлттық спорт деңгейіне көтеру деген нәрсе енді онсыз да біздегі ұлттық спорт деңгейінде жүрген бокс қой негізінде, бірақ оның тақта бір сол тапсырма аясында қандай бір мақсаттар бар бұйырса? Бұл қазір сол кезінде еліміздің басшысы, президент айтты, концепция развития бокса немецін деді, жасын деді. Сонымен қазір ол істелініп жатыр. Бағдарламалар кім, қайда, ол жақта тоже біз ұсыныстар жаздық, соның бәрін қазір согласование ол правительство немесімен шығады, сондықтан оның бәрі согласование өтеді. Бүкіл жаңағы министерство юстиция бар, экономика бар, бәрі сонда бүкіл келіседі, содан кейін бар. Қазір ол разработка үстінде. Құдай қаласа шығады. Ол жақта жақсы немелер болады. Мен біздер осындай ішінде ұсыныс бердік. Боксты силовой структураның ішіне қосу деген. Әскерилердің ішінен ба? Әскери болады, силовой структура. Оның ішінде СГУ, МВД, Министерство обороны бар. Бүкірлердің арасына қосу. Өзің былай айтқан кезде нені қара, рукопашка. Бүкіл бар ғой чемпионат Қазақстан среди силовых структур. Бүкіл структура. Бүкіл немеде бәрінде рукопашка бар. Соны бокста енгізсе деп. Өйткені бізде ұлттық чемпионат Қазақстан, чемпионат сол немелердің арасында да силовый. Сол кезінде бұл мынандай да, бұл не пайдасы бар? Вот
уже былай айтқанда каждый жаңағы ДВД-да собырлар, ДВД-ның өзі, каждый ДВД уже өзіне спортсмен боксерлар тарта бастайды. Бізде вот 15-20 жастан кейін балалар жүр ғой, солар уже жұмысқа кіреді. Жаңағы собырға, неге спорт ротасы сияқты. Спорттан кейін не істерін білмей қалған балалар үшін. Жоқ, бір емес, ол 20 жаста да ол собырға кірді, примерно собырға или там СГО жұмысқа кірді, и сонда жұмыс істеп жүр, параллельно тренировка істеп жүр. Айлығын алып жатыр. Ол далада қалып қалған жоқ. Айлық алып жатыр. Қазақстан чемпионы болды. Қазақстанда ол уже былай айтқанда ұлттық құрамға кірді, айлығы одан да көбейді. Мына неме жақта да жүр. Кейін бүйтіп 30-ға келді, бокс тастады. Ол уже мына жақта былай айтқанда стажы бар, анда кіреді, жұмыс істеп уже далада қалмайды да. Иә. Уже там погондарды өседі, неме еткенде званиялары. И Қазақстанда ұтылып қалды. Ол мына жақта немесі бар, айлығы бар, уже жұмыс іздеп кетпейді, жұмысын істеп неме еткенде сол сондай мақсатта жақсы болатын еді. Ереше, мына енді өзімнен бір ұсыныс деп айтсам бола ма, бір кейбір кезде енді мына қазір Жылқышыбай Нұрсейіт бауырымыздың арқасында енді себеп болып, оның жақсылығын айтты дейді ғой, нұрдасын дейді ғой. Қаншама спортта еленбей жатқан бапкерлеріміз, спортшыларымыз еленсе де еленіп бір кездері сосын ұмытып кеткен. Енді бұл кәсіпқой спорт деген білесің ғой, ол денсаулықты да бүкіл нәрсені салатын жер ғой негізінде. Сосын сен елдің туын көтергеннен кейін бір сәл уақыттан кейін сенің атың уже ұмытыла бастайды, назардан тыс қала бастайсың. Оны енді азын-аулақ әр спортшыда өзің де біз де бәріміз көріп кеттік қой оны. Ұтып тұрған кездерде жақсысың, ұтылып қалсаң енді ол қатаң өмірдің, ол спортта ғана емес қой, өмірде де бар, өмірдің заңдылығы ғой. Бірақ кейбір елдерде мысалға осындай мысалы профсоюз деген сияқты болады, бір ұжымдар болады. Мынау спорттан кейінгі спортшының осы өмірге бейімделуін реттейтін программалар болады. Неге десең, енді ол боксшы 20 жылдан қарайтын болса, мысалы сол спортқа 20 жыл бойы адам ұруды, қайтып сақтану деген нәрсені ғана басын сақтауды үйренген, ол бизнестің Б деген әріп жоқ миында. Ол да сосын эго дейтін нәрсе бар да, іштей енді елдің туын көтеріп жүрген арыстанда ол ертең ана өмірден шыққан ең мысық болу керек болады да. Ананың қасқабағына қарау керек болады. Ол ойындағысын мысық суға айтып үйреніп қалған адамда көп ойланбайды. Ол күнделікті өмірде ол нәрсе өтпейді ол. Иә, сенің там кезіндегі әлем чемпионына қатысқаның мүмкін. Сол үшін мен өз тарапынан ұсыныс ретінде жаңағындай практика көрсетіп отыр ғой. Көп енді ұлттық спорт деңгейіне көтеру үшін де біз сол спорттағы ветерандарымызға жаңағы ардагерлерімізге деймін, жаңағы спорттан кеткеннен кейін де бұл өмірге бір бейімделіп кетуіне бір қатысты бір заң қабылдайық ба, жоқ бір ұсыныстар қабылдасақ деп ойлаймын да. Енді оны, ол енді мен қолымнан келмейді оны. Айтып, союз спортсменов деген бар ғой бізде. Бар, там Азамат Қарлығашев неме жүргізеді. Кезінде осы боксерлар бастап ашылған, содан бүкіл видтар кіріп, қазір айтқанда біраз қаншама спортшыларға көмектесті. Көмектек бар ғой, болады. Где-то там юридический балалар, кім енді оларға жүгініп жатыр, соларға олар қолдарынан келгенше көмектесіп жатыр. Ол бар енді. Енді әртүрлі, енді әр жақтан көп нәрсе былай айтқан кезде қазір айтсам тағы да немет өзі қорқасын айтуға, былай айтқанда неше түрлі хейтерлер көп неметеді. Еңбек етіп жатсың ғой, спортта жүрсің, ешкім былай айтқанда бесплатно тренировка істеп жатқан жоқ. Сен сборныйға кірдің, сен айлығын төлеп жатыр, киіміңді киіндіріп жатыр, ел сырттарын бәріне шығарып жатыр, оқу жаттығуын етіп жатыр. Чемпион болдың, саған премияңды беріп жатыр. Спортты қойдың, будь добр, жұмыс істе. Астынан бастап істе. Істе жұмыс. Үйрен. И сен если бір дәрежеге жеткен спортшы болсаң, саған өсуде оңай да, өйткені сен атың бар, атағың бар, былай айтқанда өсесің да. Енді көбі сол жұмыс істегілер келмейді, либо сразу бастық болғылар келеді. Одан кейін ол сразу бастық болу да оңай нәрсе емес. Мен өзім былай шыны керек, спорт боксты қойғаннан кейін мен бір 1,5 жыл ма 2 жылдай строительный компаниядалар жұмыс істеп жүрдім. Снабжениеде анда-мында істеп жүрдім. Одан кейін спортқа келдім. Мен прям дүйсішада методист болып бастадым. Астына содан методист болдым 1,5 жылдай. Одан кейін зам болдым. Сосын
ұлттық олимпиада комитетінде жұмыс істедім 1,5 жыл. Мен просто ведущий менеджер болып жұмыс істедім. Оңай емес, қағаз жұмыспен де оны бәрін ақырын бүйтіп кейбір адамдар айтады да, Мерейдің аға көкесі бар, там бүйтеді. Мен правительство отырған ешқандай туған туысым жоқ. Ағаларым бар, олар маған былай айтқан туыстық немеде жол көрсетеді болмаса, бүйтіп наоборот ешкім сені сүйреп жүрген жоқ та ше. Өз-өзіңді көрсетсең, адал жұмыс істеп, бүйтіп ответственность көрсетсең, сені де тартады любой. Көп енді кейбіреулер сол жаңағы кімге шығып жатыр да, олардың бәрі былай айтқан кезінде жетістікке жетті, оларға мемлекет бір бермей бір нәрсені еткен жоқ, бәріне берді ғой. Енді сол алған ақшаны да ұқсатып білу керек та. Мен вот 2013-те чемпион мира болдым, сол кезінде енді қазіргідей берген жоқ бізге. Премияны, дұрыс па? Былай алған немемді алдым. Соны мен шыны керек міне соңғысы осы 25-ші жылы қайтын былай күрес еттім да, былай үй аласың кейде арзанға, оны біраз сатып аласың бүйтіп, соны айналдырып отырып, осы соңғы боксерский зал аштым да, вот соған 10 миллион болды, соны да салдым да, былай айтқан кезде. Ол да былай айтқан қазір оборотта былай немесе спортшылардың мысалы жеткен сол ақшаның өзін дұрыс пайдаланудың өзі бір қазіргі сен былай мемлекетке қарап отпайсың ғой. Конечно, мемлекет саған көмектеседі, сен бірақ жұмыс істе. Жұмыс істе, сен астынан бастап жәнегі жұмыс істе, сен өсесің, неметесің, сені қолдайды, сен өйткені атағың бар, атың бар, дұрыс па, ел үшін еңбек істедің ғой. Көбі сол кейбіреулер істегілері келмейді де, содан кейін бастайды өздерінің где-то дұрыс жолмен жүрмей қаласың, адамға сенімдерін кетіріп алады да, одан кейін бір қызық кино көріп отқан кезде бір арасында бір рекламный пауза деген нәрсе көрсетеді ғой, бір арасында деп қалатын кездер ше, соның ортасында айтып бір айта кететін әңгіме емес, мынау біздің осы қолдау подкастының өзі бұл негізінде осы спортқа қолдау, болмаса бір таланттарды қолдау деген сияқты мағынада. Сосын қол деген біздің бокс қой, қолда деген сияқты, осы қолда. Осы біздің құндылықтарымызды жоғары көріп, мынау PCA Power дейтін компания бар, еліміздегі отандық компания, жаңағындай генераторлар шығарады. Қазір қандай да бір кәсіпорындар бар, өндіріс орындары бар, барлықтары ол жарыққа мұқтаж ғой. Свет өшіп қалған жағдайда мысалға жұмысқа тоқтап қалуы мүмкін да. Сосын PCA Power өздеріне осындай үлкен жауапкершілік алып, елдің алдына шығып, давай сендер де қолдау подкастын біз де қолдайық деп жатыр. Және біз өз тарапымыздан біз айтып, біз сендерге де бір сендердің істеп жатқан жақсылықтарды айта кетейік. Көптеген емханалар, операционный сол свет өшіп қалса ең қиын нәрсе сол ғой. Сол емханалардың өздері осы PCA компаниясының генераторларын қолданады екен. Өйткені енді бұл үлкен стратегиялық жер ғой мысалы. Сосын енді алдағы уақытта осындай жақсылығын айтты дейді ғой. Осындай елімізде осындай өндірістер бар екен. Бізде тек қана боксерлар ғана емес, бізде тек қана төбелескіштер емес, құдайға шүкір бізде өндірісте қолға алынып отыр. Осы компанияларға алғыс айтқымыз келеді. Және де Мерей, бүгін өзің уақытыңды бөліп осы бокс жаңа бокс федерациясының ішіндегі өзгерістер бар, істеп жатқан жұмыстар бар, айтып өттің. Үлкен рахмет. Енді Астанадан келіп аттерлеп келдің. Үлкен рахмет айтамыз. Рахмет енді көп. Мен өз шыны керек көп подкасттарға шықпаймын. Сол өзін шақырғаннан кейін Айдар екеуміз қанша бір былай айтқанда рингта бокстастық доспыз кішкентай кезімізден былай айтқанда 2003 жылы Қызылорда ма? Жоқ. Қызылорда көрдік қой сен анау. 2002-де значит Қызылордада. 2002-де. Иә. Қызылордада. Жезқазғанда болдық, помнишь еще? Жезқазғанға мен барған жоқпын. 2002-де сол Қызылордада кездіктік, одан кейін сен бізге біз неге келдің? Дворешкөлікке келдің. 2003-те ол. 2002-де ол Пушкинмен танысқан. Дәл. Сондықтан енді шақырғаннан келіп отырмын. Рахмет көп. Сізіне береке берсін. Бұл да жақсы былай айтқан кезде спортшыларды шақырып қаншаманы көріп отырмыз ғой. Мадиармен шықтың, Батырмен шықтың, сол спортты білетін. Өзін айтып кеткенде сөйлесе спортты білетін адамдар сөйлесін дейді. Сол енді бізде ол сөйлеу үшін біраз уақыт керек. Бір сағат ішінде сыйдыра алмайсың. Көп енді қазіргі таңда Қазақстан бокс федерациясында іс атқарып жатырмыз, еңбек етіп жатырмыз. Сол айтып кететін спорт министрлігінде де қазір былай айтқанда спортқа деген, боксқа деген өте былай айтқанда көп жұмыстар атқарылып жатыр. Федерация тарапынан жұмыстар атқарылып жатыр. Енді соның бәрі осы алда келе жатқан Азия ойындары және Олимпиада ойындарында өте мықты бір өнер көрсету үшін өздеріңіз білесіздер, бізде 2 Азия ойындарында, 2 Олимпиада ойындарында алтын болмады. Енді сол болмаған немелерді, пробелдарды жауып толтыру үшін, алтын алу үшін
сол жұмыс жасап. мемлекет тарапынан спортшыларға бүкіл жағдай жасалып жатыр, и федерация тарапынан өте жақсы көмектесіп жатыр. Көп өзіміздің президент федерация Шахмұрат Мұталибұлына рахмет айтып қойды. Өте қасында енді тоже Дархан бар, қыз айтты. Сөздің аузында келген кезде енді бокс сүймейтін адамды ойлайды ғой, бірақ сөйтсем ол енді ол организационный деген нәрсе, ол бизнесте бар ғой. Ол құрама команданы организовать ете алды. Негізі өзің сияқты маманның келгеннің өзі мен бір жүректі бір тіс салдырды да. Бірақ ол боксты қазіргі таңда басында может қатты білмеген шығар, қазірде менен көп білмесе, менен кем білмесе былай көп біледі деймін да. Өйткені ол шыны керек юноша, молодежь бәрін қарайды. Даже Өзбекстан чемпионатын қарап отырады ғой, бүкіл бойларын бәрін біледі ол. Біз ана лидерларын ғана білсек, ол ана екінші, үшінші номерларын бәрін біледі. Сондай немеді енді. Өзіне тыңғылықтары отырады. Тыңғылықты, былай айтқан ответственный, Дархан Қызайбай бар, осында Рауан бар, Игенов деген бізді атқарушы директор осында. Мұхтархан көкеміз бар, Болат Үкібаевич бар. Ал Америкада Мадиярдың өзі қазір Қазақстан бокс федерациясына кірісіп, Колорадо көмектесіп жатыр. Бәріміз енді бірге көтерген жүк жеңілдейді. Сондықтан мен әрқашанда жиналыстарда бәрімен тренеріміз жігіттер бірігейік, без интриг деп. Ылғи да мен сөзім сонда без интриг деп айтамын. Бізде не көп, спортта интрига көп. Сондықтан интригасы бәріміз ана бірге көтерген жүк жеңілдейді. Соны бәріміз жұмыла неметейік, жұмылып сол қазақтың боксын көтеру үшін жаңа айтып кеттім ғой, ДРС бар тоже. Бәрімен араласамыз, бүкіл боксқа деген бүкіл жағдай істеп жатыр. Мемлекет тарапынан бүкіл жағдай. Қолдау қолдау, бәрі бар. Тек қана біздің жігіттерге қазір режим сақтап, еңбектеніп, тәртіпті и бар күшін салу керек. Рингқа шыққаннан кейін каждый бой последний бой болу керек та, болды. Сонда жеңіске жетесің. Сол жігіттердің бәріне сәттілік тілеймін. Осы бүкіл көрермендерге сол енді әрқашанда жеңе бермейміз. Где-то ұтыламыз. Ұтылып та білу керек, ол да керек. Мына чемпион бола берсе айтады ғой, победитель не судит дейді да. Ана ошибкалардың бәрі қала неметпейді. Және өзің айтып кеткендей, ұтылдың, сен уже неге ұтылдым? Анализ жасайсың да, сол кезде уже қай жерде ошибка болды, қай жерде қателік істедім, где-то соның бәрін етеді. Арасында где-то ұтылып тұру керек. Ол да важно, но официальный стартта емес. Жай турнирларда ұтылып тұруға болады. Ал официальный старт уже да былай айтқанда бар күшін салу керек. Сондықтан қазақ боксы дами берсін. Қазақ жалғыз бокс емес, бүкіл қазақ спорты дамысын. Бұл былай айтқанда спорт саласында еңбек етіп жатқаннан кейін бүкіл спортқа біз былай айтқанда жанкүйерміз. Өзің білетін қазір кешеде немеде ДРС-те қазір енді қыстық олимпиада қазір басталды ғой 1-2 күннен кейін. Сол ана қыстық олимпиадаға жауапты жігіттерге айтамын да, который сол мұрагерім деген өзіміз бауырымыз, бірге кезінде жұмыс істеген, сол айтамын. Мұрагерім, сендерге 2 алтын тілеймін деймін де, минимум деймін де. Қиын ғой дейді. Сұрасам тие сұра керек, қоя аласың деген. Сондықтан давайте зимний олимпиада. Ендеше сендерге бұйырса, Құдай қаласа енді мынау Лос-Анджелестің алдындағы әлем чемпионатында бір 5 алтын алып, олимпиадада бір 5 алтын алыпсаңдар енді. Құдай қаласа, артымен айтайық. 4 алсаңдар да сонша ренжімеймін дейді. Алтын алу керек. Құдай қаласа. Құдай қаласа алтын керек. Бүкіл өйткені медальный зачет бәрі алтынмен есептеледі. Сондықтан бізге 9 серебро алғанша бір алтын былай айтқанда абзалырақ та былай айтқанда. Сондықтан алтын керек бізге. Өйткені 2 Азия ойындарында, 2 олимпиадада бізде алтын болмады, соны толықтыру керек. Сондықтан бүкіл жұмыс көп. Аянбай еңбек етейік. Сол қазақ спорты жасасын. Красавчик. Красавчик. Енді ана бокс жайлы осындай бір айтатын адам керек болды. Моментінде өзің келдің, уақытың бөліп келген үлкен рахмет. Әрқашанда енді айттым ғой, ол сөйлесу үшін уақыт көп керек. Ол үшін 12 сағаттық подкаст керек. Сол түсіндім. Бұл жерде кейбір адамдарды ұмытып кеттім, кейбір енді ойын жеткізе алмай қаласың, айтпайды. Әлі Құдай қаласа жарыс көп қой. Кейінде де бір келеміз. Астанаға барып Шахмұрат шақырып отыру осылай бәріміз мүмкін бір алдағы пландар жайлы, анализдер жайлы сөз қозғайтын шығармыз, Құдай қаласа. Қолда подкастын өзің қолдап кеткенге үлкен рахмет. Красавчик.